Әке мен баланың арасындағы бір түйткілді шешілмей тұрған мәселелер бар. Мына әңгімемді мына бір психологтың зерттеуімен бастаған келіп тұр. Бір психолог балабақшаға барып, жаңағы бір тренинг жүргізеді ғой, жұмыс. Сонда анаңның рөлін сонда дегенде қыздардың барлығы анасының рөлін ешқандай қиналмай сомдап берген. Сосын енді ұлдар айтса, әкеңнің рөлін сондай ғой десе, ұлдардың ешқайсысы көнбейді, ешқайсысы келіспейді. Содан жалынып жүріп, бір баланы көндіріп, ал енді ойнай ғой десе, жаңағы бала шығып барып диванға жатып алды. Пультта келіп беріңдер, су әкеліп беріңдер, телевизорды қосыңдар, кітап әкеліп беріңдер, ананы әкеліп беріңдер, мынаны әкеліп беріңдер. Мына тура суреттегідей диванда жатып алған бір ойын біткенше. Бұл нені көрсетеді? Бұл қазір қоғамда мынандай бір пікір қалыптасқан. Әке добытчик дейді, әке асыраушы дейді да. Әке тек асыраушы емес, бұл асыраушылық әкенің бір 15-20% міндеті. Ары қарай бұл баласына тәрбие беруге міндетті. Мына қоғамда бір қалыптасқан сөз бар ғой, адам ағаш өсіру керек, ұрпақ қалдыру керек, тағы бір сондай не бар. Мен айтар едім, әке отбасын құру, бала сүю және ол баласына жақсы тәрбие беруге міндетті. Және осы жауапкершілік тек қана әкелердің мойнында болу керек.